Сәлем достар, қазір мен сіздерге үй жағдайында чак-чак дайындап көрсетсем, мен каналыма тіркеле кетіңіздер, алдын ала рахмет. Осылай мен 3 жұмыртқа салып, ұн қосып, қамыр илеп аламыз. Сіздер 5-6 жұмыртқа қоссаңыздар болады, одан бір шара чак-чак шығады. Қамырымызды жұмсақ қылып иеміз, қамырымыз қатты болып қалса, чак-чагымыз да қатты болып қалады. Қамырымызды жұмсақ қылып илеп, осылай целлофанға 10-15 минутқа қойып қоямыз, иеу қану үшін. Арасында 1-2 айналдырып отырасыздар. Қамырымызды иеу қанғаннан кейін қамырымызды жұқа қылып жаямыз. Мен орташа қылып жайдым. Енді сіздер жұқа қылып жайсаңыздар болады. Осылай формасын кесіп алдым. Өз қалауларыңызша кессеңіздер болады формасын. Кейін қызып тұрған зығыр майымызға сары түске енгенше пісіріп аламыз. Менікі осылай пісіп шықты. Сгущенкамызды қосып, бәрін араластырамыз. Сгущенканың қоюлығы 8-5% болған дұрыс. Қанша қою болса, сонша жақсы. Кішкене чак-чагымыз суыған соң араластырып, осылай дастарханға тартсаңыздар болады. Менікі осылай болып шықты. Өте дәмді. Сіздер де жасап көріңіздер. Ал ас болсын.